Неге біз тоңғанда дірілдейміз? Себебі біздің денеміз вибрация режимінде тұрма? Жоқ. Денеміз жылынуға тырысқанда біз дірілдейміз. Біздің қалыпты дене температурасы шамамен 37 градус Цельсий, немесе 98,6 градус Фаренгейтке тең. Біздің миымыздағы гипоталамус деп аталатын бөлік осы температураны бақылайды және сақтайды. Әдетте суық айларда температура өте төмен болады. Сондықтан егер біз жылы киім кимесек, суықты сезінеміз және дене температурамыз төмендей бастайды. Бұл температураның төмендеуін гипоталамусымыз бірден анықтайды. Ол бұлшықеттерімізге тез жиырылып, босаңсу туралы сигналдар жібереді. Нәтижесінде біз дірілдейміз. Бұлшықеттердің осылай тез жиырылып босаңсуы жылу шығарады. Ол денемізді жылытып, қалыпты температурамызды сақтауға көмектеседі.